Мен Дәулет Бисенғали Ұбағалиұлы, Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Алмас селосының тұрғынымын. Жасым қазір 70-тен шығып кетті. Ағзамның атасымын. Осы Алмас ауылында 60 жылдан аса тұрып келемін. Ауылымыздың іргесінде 5-6 километрдей жерде Соргөл кіндікті жүзі бар. Жүздің аумағы үлкен, суы мол. Кейбір жылдары жаңбыр-шашын азайғанда суы азайып кетеді. Жүздің іргесінде минералды балшығы бар. Ішінде қып-қызыл құрттар жүзіп жүреді. Батыс Қазақстан облысының ар жақ бер жағынан, Ақтөбе облысының ар жақ бер жағынан жүзға шілде айында ем-дом қабылдауға неше түрлі көліктермен кісілер қаптап келеді. Жүздің іргесінде тіпті бос орын болмай қалады, соншама көп келеді. Жүзға шомылады. Іргесіндегі минералды балшыққа көміліп жатады. Балшығы буын ауруларына, сосын сыртқы жағаға өте пайдалы. Талай кісілер балшығын аунап, үстіндегі неше түрлі жарадан, буын ауруларынан жазылып кетіп жатады. Қызыл құрттар жүздің ішінде жүзіп жүретін. Кісі жүзға шомылғанда үстіне жабысып жатады. Сол қызыл құрттар неше түрлі анау-мынау ауруларды сорып алады деп айтады. Емші-домшылар баршасы да. Кәдімгідей іргесіне киіз үй, машина, неше түрлі палаткалар құрып, кәдімгі демалып жатқан кісі құсап ем-дом қабылдайды. Ертеде мен білем, 1892 жылы дүниеге келген, 103 жасқа келіп қайтыс болған Құрбатов Атшыбай деген ақсақал айтып еді. Осы жүздің іргесінде күн көріп, осы жүздің ішіндегі құстарды, неше түрлі жемге жарамды аңдарды ұстап, кешегі ашаршы уақытында күнімізді көрдік деп. Жүзға қонған құстар дүз қанатына жабысып ұша қалады да, сол уақытта ұстап алатын көрінеді. Ондай жағдайды Атшыбаев Шалақожа деген біздің көрші болды. Сол үлкен кісі де солай деп неше түрлі әңгіменің айтушы еді. Сосын бұл жүздің пайда болу тарихын ешкімде бұлай біліп емес, ол өте ертеде неткен. Іргемізде шекаралас Ресей территориясында Жүзтөбе деген қала бар. Сол қалада жүз өндіріледі, ас тұзы, асты шақты. Сол Жүзтөбеден бері қарай осы Алмазға дейін, Қаратөбенің территориясына дейін, сол жердің астында 300-400-500 метр жерде дүз суойы бар деп айтады. Сол жаңа дүз суойынан жағып шығып, су бұлақ шығып, содан дүз суойымен жаңа нетіп пайда болған деген дерек бар. Дүз суойымен бұлақтың суынан. Әрқашанда жаңа іргесінде Қамыстыкөл деген қамыс таудары, соның артында бұлақтар бар. Сол бұлақтардың бұлақтармен суымен су толысып отырады. Кейбір қуаңшылық жылдары су өте азайып кетеді. Сол уақытта дүзі қыстың күн мұз секілді болып қатып қалып жатады. Қандай зат болса да белгілі бір мөлшерде қатады, белгілі бір мөлшерде суға ерейді ғой. Сол сияқты жүздің
тұзды судың құрамында тұз өте мол болып, жаңағыдай аяқты тіліп кетіп жататындағы тұз, мұз сияқты болып қатып қалған тұз. Сондай жағдайларда кездеседі. Ем-дом қабылдауға, шипажайға өте қолайлы деп айтады. Кейбір жылда бір уақыттарда Ақтөбе облысының Шалқар ауданынан бір жігіттер келіп, жаңа қызыл құртын аулаймыз, апарып қытайлықтарға сатамыз деп келіп жатты. Балшығын жаңа үлкен цистерналы машиналарға толтырып алып кетіп, шипажайларға, Шығыс Қазақстанға апарып сатамыз деп. Сондайды да көргенбіз. Менің тұздың емдік қасиет жөнінде білетінім осы. Қош сау болыңдар, амандықта болайық.